Балалар, қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі етістік. Сабағымыздың оқу мақсаты тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау, сұрақ қою арқылы мәтін түрлерін, құрамдылық бөліктерін анықтау, мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Балалар, оқулығымыздағы 36-шы жаттығуға назар аударайық. Өлеңді түсініп оқыңдар. Елден алғыс алғанмын, мен бағбанмын. Бақ қызығы керек пе? Кел, балақай көмекке. Адамға тән шыдам күш, балаға тән ұнамдыс. Бағбан бала атансаң, айтам саған мың алғыс. Балалар, өлеңде кім туралы айтылған? Өлеңге ат қой. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Дескрипторы өлеңде кім туралы айтылғанын анықтайды. Өлеңнің мазмұнына қарай ат қояды. Өлеңдегі негізгі ойды зерделейді. Балалар, 39-шы жаттығуға назар аударайық. Жұмбақты көркем жаз, шешуін тап. Шөпшілердің шөбін шашты, қалпағымды ала қашты. Ойланып көрейік, балалар. Жұмбақтың шешуі қандай екен? Дескрипторы жұмбақтың шешуін табады, сауатты, көркем жазады. Етістіктердің астын сызып, дара күрделі екенін анықтайды. Үйге тапсырма 84-ші беттегі 40-шы жаттығу. Тірек сөздерді пайдаланып, тақырып бойынша әңгіме құра. Тақырып: сотқар мысық. Дескрипторы тірек сөздерді пайдаланып әңгіме құрайды. Сұрақтар қою арқылы ойын жинақтайды.